Мынау бір сезонға алыңыз. Мынау бір сезонға арендасы. Бұл пранк болған аға. Не істей берсің сен адам миын ашты деген. Аға, бұл пранк болған. Мынау бір сезонға сізге. Алла қаласа сезон сайын келем да сіздің арендаңызды жауып берем. Шырайын. Аға, жыламаңыз, жыламаңыз. Есіміңіз кім? Темірхан? Темірхан? Иә, сен ше? Будканы бұзамыз, аға. Бұзамыз? Иә, будканы бұзамыз. Бұл жақта тұруға болмайды. Төбесіне вычка орналастырамыз. Бүгіннен бастап, бүгін обедтен кейін. Ойбай, айтқан жоқ қой ешкім? Сіз тігесіз ғой Иә, ертең? мен тігемін осы жерде, иә. Будканы бұзамыз, аға. Мынаны ше? Екеуін де бұзамыз, будканы. А? Болды, аға, дайындала беріңіз онда. Будканы қазір бір сағатта келіп жігіттер бұзып, сізге тапсырып береді, бірақ сындырмай. А біз қайда барамыз? Ау? Мен қайда барамын? Договор бар емес пе бізде? Договор жасауға? Жаңадан келген администратор жаңадан договор түзеді. Жұмыс істейді келемін. Маған бір орын тауып беріңдер. Менің айлығым болса да, күн көріп жүрген болса басқа. Тапсырым жоқ менің. Қанша табасыз күніне? Әр кезде әртүрлі ғой, мен енді жүрмін ғой, мен клиент келеді деп келеді, жоқ, жүрмей қойған. Примерно. Примерно 7 мың, 8 мың. Күніне? Иә. Жоқ, аға, орын жоқ бізде басқа. Бізде очередте тұр адамдар. Мынандай адам орын тауып берсін, мен жұмыс істемей қаламын. Мына бір несін, нанды қалай етін ғой. Бастығын қайтып алып, бастығын алып сөйлесейік па неге қылып? Бастық демалыс қой. Ертең де демалыс, ар күні шығады. Сөйлесіп көрейік, осындай кісі деп айтып қойсын. Бір орын тауып керек десіңдер. Квартира снимать етем. Өзімнің кредитім бар. Қай бір жылы Польшаға кетемін дегім, осыны жібермей қойған. Сол жаққа кетіп, ақша табайын деп. Сол кезде кредит алғанмын. Осыны ол жақта жібермей қойды. Осы жердегі консул ма, Польшаның консул жібермей қойды мен. Ол жаққа. Ол жақта жұмыс орнын маған дайындап, осы келісіп қойған ғой, сол жібермей қойды. Кредитім бар мойнымда, квартирам бар, тамағым ішуім керек мен. Осы жер ғана ақша, басқа мен енді қайда барам мен? Не знаю. Сенде аяқ астынан. Ақшамыз төлеп қойдық қой, сонда уже осы айтып. Қайтарылмайды ғой. Қайтарылмайды ол ақша. Әне? Хотя осы айдың аяғына шейін тұрайын ба бірдеңке қылып қой, білмеймін енді. Безвыходный положение деген болмайды ғой. Мен жүрсін, даже мен тұрамайын деген мына аяғымда байда. Өмір сүріп, менде басқа физический труд менде жоқ. Осы ғана істейтінім. Кішкентай кезімде құлағанмын ғой. Баяғыда 6-7 жасында. Сосын дұрыс емдемеген. 74-ші жылдар ма сондай дұрыс емдемеген. Сосын сүйегі шіріген, іріңдеген сүйегі. Астемнит деген амал болған. Астындағы тамырын кесіп жібергенсің, наверное. Қазір қай группа? 3-ші группа. Екі бермейтін да. Осы жерде жасайсыз, иә? Осы жерде отырамын мінекей. Аяқ киімдер тігеді екенсіз. Жалбы айтпай ма адамдар? Жоқ, құдайға шүкір. Не жалбы айтады маған? Енді бәріне бірден яғыламайсың, бірақ андасында енді ұрысып қаласың клиенттерменен. Атақ онда не жоқ қой бұлай. Бәріне ұнау мүмкін емес па? Бірде, иә? Иә, мүмкін емес. Атақ құдайға шүкір айтпай. Осы жермен тамақ ішіп отқан. Бүгін неше жыл болды осы ремонт болды и все. Маған да аяғында даже врачтың өзі айтқан. Тимур, саған сапожник қана деді. Сен физически жұмыс істей алмайсың деді. Физически сен жұмыс істей алмайсың. Больница, мына жерінде көрсетпейін, мына жердің барлығы шырам қасып тастаған аяғымда. Операция. Ағам, мынау бір сезонға алыңыз. Мынау бір сезонға арендасы. Бұл пранк болған, аға. Не істей берсің сен адам миын ашты деген. Аға, бұл пранк болған. Мынау бір сезонға сізге. Алла қаласа сезон сайын келем да сіздің арендаңызды жауып берем. Шырайын. Ай сайын Алла қаласа мен осы бутиктің арендасын төлеп тұрам. Құдай қаласа, рахмет саған. Құдайдан қайтсын, рахмет. Бірақ аяқ астынан көмек келді.
Құдайға шүкір, альхамдулилlah. Мен айтамын, Алла тағала ол береді, обязательно менге өйде айтсам береді. Ал бір қинап келеді да, береді деп айтатынмын бастап. Қаражатыңыз Рахмет саған. Темірхан ағаға Адамды шошытып. Адамды шошытып. жыламаңыз аға. Аяқ астынан мен алып төбемнен тамбай жүремін, мен бұрылғанда. Қыстың күні қайда кетемін мен деп. Жұмыс табу, орын табу деген вообще қиын ғой мысалға. Кім береді орынды маған? Болды, Алла қаласа аға. Бутигіңіз тегін сізге қызмет етеді, Алла қаласа. Болды, төлемейсіз аға. Алла разы болсын сізге. Ендігі оразаға дейін бутикке қаржы төлемейсіз. Болды, рахмет. Мен сезон сайын келем. Қазір сізге бір сезон қаржысын бердім, кейін сезон сайын келіп тұрам да 3 ай алдын ала төлеп тұрам. Рахмет. Құдайдан қайтсын, ол үшін сен. Құдайдан қайтсын. Обязательно қайтасың Құдайдан. Альхамдулиллах. Адамды бір жылаттың еткен деп өсті. Бір жылаттың деп өсті адамды. Не дейін, рахмет, Құдайдан қайтсын. Рахмет аға. Жақсы, бақытты болыңыз. Сен біліп жүргенсің ғой, жоқ паке? Жоқ, ол жігіттер тиктоктан неден көріп Сен содан әндемейді ғой білдірмей. Неге айтпайтын ғой, бара тұрмыз айту керек қой маған. Жоқ, мен өзім білген жоқ ма, просто тиктоктан неден көріп дауыстарын. Содан кейін соны сразу білдім да. Қашан сынай бересің ғой, өмір ауырып қоятын. Бірақ білесіз ба, сынақты ең жақсы көретін пендесіне береді. Сынақты әркімге бере бермейді. Темірхан аға. Жақсы, Темірхан аға. Алла қаласа келеміз. Алла қаласа келеміз аға. Жақсы, рахмет үлкен. Жақсы, Темірхан аға. Жақсы аға. Аман болыңыз. Достар, маған міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, және келесі видео шығу үшін міндетті түрде ат салысыңыздар. Ат салысқан баршаларыңызға Аллах тағала молынан сауап берсін. Ауырмаңыздар, оразаларыңыз қабыл болсын. Достар, осы кісі жайлы айтатын болсам, бұл кісінің туысы маған комментария жазған болатын. Осы ағамызға көмектесіңізші, біздің туысымыз болады, бірақ дым эмоциясы жоқ деп еді. Сіз қалай барсаңызда бұл кісі эмоциясыз деді. Сосын амал жоқ, осындай пранк жасау керек болды. Менен айып болса кешіріңіздер.